Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай луковый хлеб пісіретін боламыз, яғни пияз қосылған өте дәмді, жұмсақ шығатын нәнді рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін біз ең алдымен қамырын илейтін боламыз. Дрож қосып илейтін боламыз. Сондықтан жылы суға керек мөлшерде тұзымызды қосып, азырақ май қойып, ұнымызды салып, үстіне бір ас қасықтай дрожымызды салатын боламыз. Жұмсақ етіп илейтін боламыз. Неғұрлым жұмсақ қылып илесеңіздер, соншалықты жақсы көтеріліп, жұмсақ болып шығатын болады нандарыңыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне қамырымызды илеп болдық, енді бетін жауып жыл жерге қойып қоямыз. Енді біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымнан қандай тағамның видео рецепттерін көргілеріңіз келеді? Комментарийға жаза отырыңыздар. Мен барлығын міндетті түрде қарап шығатын боламын. Міне біздің салмасын дайындап болғанша қамырымыз ісініп дайын болып қалды. Енді осы қамырды зуалалап, жақсылап жаятын боламыз. Осы бір зуаланы үлкен етіп жақсылап жайып аламыз. Жайып болған соң ішіне кәдімгі тамақ істейтін майларыңызды салып жағып шығасыздар. Жағып болған соң ішіне бір тегіс қылып салмамызды салып шығамыз. Салмамызды салып болған соң екіге ортасынан бөліп, екі шетінен кәдімгі ораманы орағандай етіп орап шығатын боламыз. Ортасынан бөліп аламыз. Сонда бізде екі нан шығатын болады. Осылай барлығын жабыстырып болған соң, дәл видеодағыдай етіп, табақтарымызға, майлап алған табақтарымызға дөңгелектеп салып шығамыз. Нанның формасына келтіріп, осылай домалақтап аламыз. Бетіне бір жұмыртқаңызды жағасыз, осылай өздеріңіз қалағанша бетін сәндейсіздер. Мак па, күнжіт па, қалағаныңызды себесіз. Осылай мен күнжіт сеуіп шықтым. Пеште 250 градуста пісіріп аламыз. Осылай міне өте дәмді шығады достар. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ал ас болсын, сіздермен болған Айтгүл. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.